Hello, hello, you are welcome to our channel. Ағылшын тілін нөлден бастап оқып үйрену атты курстың бүгін біз 8-ші сабағы. білесіздер, біз қазіргі таңда ағылшын тілінде 6 дауысты дыбыс болатын болса, білесіздер, Y ол дауыстыға да дауыстыға жатады. Енді осы дауысты дыбыстың біз оқылу типтерін қарастырып отырмыз. 4 типін қарастырып отырмыз, иә? Өткен сабақ біз A әріпін қарастырдық, ал бүгінгі 9-ші сабақта біз сіздермен бірге O әріпін қарастыратын боламыз. Достар, егер сіздер сабақты алғаш рет көріп тұрсаңыздар, міндетті түрде алдыңғы сабақтарды рет-ретмен жүйелі түрде қарап алуды ұсынамын. Ал кеттік онда. Біз О дыбысын өтеміз. Солай ғой, жалпы оқылу ережелерін өтеміз. Айттық, дауысты дыбыстың 4 оқылу типі бар дедік. Ең бірінші ашық буындағы тип, ол бірінші тип, яғни О дыбысы O болып оқылады екен. Сөз соңында ол И әріпіне аяқталады. Білесіздер, ашық буын деген сөз ол дауыссыздан басталып дауыстыға аяқталады. Солай ғой? Бұл жерде O болып оқылады. Note, hope, no. Ашық буын байқадыңыздар ғой, және ең соңғы дауысты дыбыс, яғни И дыбысы оқылмайды. Келесі екінші тип білесіздер, жабық буын, О дыбысы қысқа О болып оқылады екен. Қазақ тіліндегі домалақ О емес, кішкене О. Тілдің арқа буыны, арқа белі артқа қарай шегінеді. Сонда not, hot, not, hot емес, қараңыз, ерін дөңгеленіп тұр. Керісінше жазықтаймыз ерінді. Not. Тілдің not. Ұшыда артқа қарай шегінеді. Not hot деген секілді. Кеттік онда. Келесі бізде үшінші типі or дауысты. Және төртінші тип ол or дауысты. Үшінші тип дауыссыз екен. Бұлар бізде ұзақ о болып оқылады екен. Қайталап айтып, ұзақ о болып оқылады екен. Nor. For. Бәрібір слегка рыны слегка айтамыз. Қараңыз, мен nor деп тұрған жоқ, не? Nor. For. Яғни бұл бізде үшінші тип R дауыссыз. Және төртінші тип ол R дауысты, өзіміз солай ат қойып алғанбыз. Есіңізде болса, бұл жерде получается R әрпінен кейін дауысты дыбыс келеді де, оқылуы more, bore. Бұл жерде уже то же самое ұзақтау о, алайда R әрпінен кейін дауысты. Барлық сөздер типтерге кіре бермейді екен. Мысалы, мынау бізде мынандай ереже бағынбайтын нұсқалары бар. Жоғарыда қарап тұрсаңыздар, мына жерде екі әріпке аяқталып тұр, то есть екі о. Ол да ұзақ о болады екен. Door, есік, door, немесе floor, пол деген секілді. Екіншісі о, яғни о және W екеуі қосылып о дыбысын береді екен. Snow, қар, Snow, қар. Келесі, екпінмен, ударениемен айтылады. About. Қараңыз, about. То есть, about. Яғни, бұл жердегі LD-дің алдындағы O әрпі, ол out, то есть, тоже әу болады, out деген секілді. Келесі, егер екі қосарланған O әрпінен кейін қатаң дауыссыз дыбыс келетін болса, онда қысқа U болып оқылады екен. Book. Ал ұяң дыбыс келетін болса, онда ұзақ U болады екен. Food деген секілді, Бірақ ережеге бағынбайтын нұсқа ол good. Бұл жерде уже good емес, good. Окей? Ал кеттік онда. Келесі. Ал енді бірге давайте жаттығу жасап көрейік. Бұл жерде 4 тип. Ашық буында O оқылады, O дыбысы. Жабық буында O болып оқылады екен. R дауыссызда ұзақ O, То есть O, қайта мен қазақшалап кетіп қалып жатырмын. O, және де R дауыстыда, получается, ұзақ, то же самое O болып оқылады екен. Ал кеттік, мысалы, біріншіде note. Екіншісі not. Қараңыздар, екіншісін айтып жатырмын. Not. Үшіншісі born. Төртіншісі more. Бұл бізде төртінші тип екен. Ал кеттік онда. О дауысты дыбысының оқу типін көрсете отырып, бірінші, екінші, үшінші, төртінші буын түрлеріне қазір қарастырамыз, қандай типке жатады. Және оның транскрипциясын жазамыз бірге. Анықтап көрейік.
R әрпінен дауыс дыбыс болып тұр. Ол бізде қандай тип? Төртінші тип екен, я? Енді оның оқылу жазайық онда мына жерге. Before, я? Екіншісі core. Опять-таки қандай болып тұр? R әрпінен дауыс дыбыс келіп тұр. Ол бізде қандай тип? Төртінші тип екен. Core. Келесі dog. Қараңыз. Dog деп тұрған жоқ. Dog. Кішкене тілдің ұшы артқа қарай шегініп тұр. Dog. Жабық бұл не? Қараңыз, дауыссыздан бастап дауыссызға бітіп тұр. Dog. Специально қараңыз, о әрпінің ортасы осылай бөлініп қалған, потому что ол кәдімгідей дөңгелек о емес, я? Dog. Яғни бұл бізде екінші тип екен. Келесі fog. Fog. Опять-таки не болып тұр? Екінші тип болып тұр, яғни жабық буын болып тұр. Екінші типке жатады екен ол. Келесі, сіздер қазір тапсырманы менімен бірге жасасаңыздар болады, немесе пауза қойып қойып өздеріңіз жазып шығып, сосын мен аяқтағаннан кейін менімен бірге тексеріп шықсаңыздар болады. Келесі fog. Қараңыз, R әрпінен дауыссыз дыбыс тұр. Значит, ол бізде қандай? R дауыссыз екен. Ол бізде, значит, төртінші тип екен, я? Fog. Fog. Келесі home. Home, қараңыздар. Соңғы әріп дауысты дыбысқа бітіп тұр. Получается home. Қандай тип болып тұр? Бірінші тип болып тұр, я? Бірінші тип болып тұр. Келесі or. Қандай болып тұр? Қалай ойлайсыздар? Ол бізде үшінші тип болып тұр екен, я? Ұзақ айтылмайды дедік. Получается, сол кезде or болып тұр мінеки. Келесі, то же самое, екеуі бірдей оқылады екен or. Бірақ R әрпінен дауысты дыбыс болып тұр, сондықтан бұл бізде, получается, төртінші тип чтения екен, я? Or то же самое, осылай жазамыз онда. Келесі, rose. Қараңыздар, rose. Соңғы дыбыс дауысты дыбыс болып тұр, ол бізде ашық буын, яғни бірінші тип, оның оқылуы rose. Келесі spoke. Қараңыздар, spoke. Қандай тип болып тұр? Spoke. Яғни дауысты дыбысқа бітіп тұр, яғни ол бізде бірінші тип екен, я? Міне достар, қазір сіздермен бірге осы O дыбысының оқылуының төрт типін қарастырдық. Сіздер егер тура осылай жазған болсаңыздар, молодцы, уже O дыбысын сіздер төрт типтерін оқыдыңыздар, меңгердіңіздер деген сөз. Жарайсыздар. Ал кеттік онда. Ал енді жаттығу тапсырмаларын бірге орындаймыз. Бірінші жаттығу жабық буындағы O әрпі бар сөздерді оқу керекпіз. Точнее, бұл жердегі барлығы қысқа О, я? Қысқа О. Оқуымыз керек. On, off. On деп тұрған жоқ, қараңыздар. On, off, got, job, dog, fog, frog, lock, hot, dot, lot, hot, box, fox, cross, lost, pond, doll, drop, hop, stop, spot. Стоп қойыңыздар, қайталан, менің арқамнан қайталап шығыңыздар. Ал егер дұрыс айтқан болсаңыздар, бой молодцы. Ал кеттік онда. Екінші жаттығу. Бұл жерде жабық буындағы O әрпі бар сөздерді ғана оқу керекпіз. Жабық буындағы сөздерді ғана оқуымыз керекпіз, я? Так, қараймыз. Жабық буын. Open, я? Жабық буын бізде. Және қалғанның бәрі ашық буын екен. Ал енді ашық буындарда бізде ашық буындарды оқиық енді қазір. Бұл жерде әу болып оқылады екен. Мысалы, go, so, no, nose, close, home, rose, open, joke, note, tone, stone, hope, rope,
globe. Ал кеттік онда келесі. Ал мына жерде жаттығу үшін салыстырамыз да дұрыс оқуымыз керек. Бірінші қатардағы тұрғандар, міне бірінші қатар тұрған, оның барлығы бізде о болып оқылады екен. Not, go, coke, cross. Салыстырайық. Ал енді қазір үшінші тапсырманы орындаймыз. Қараңыздар, жалпы біріншісі бізде қысқа о, ал мына әу болып оқылып тұр. То же самое қысқа о, мына жерде әу. Енді біз дұрыс жазылған ба қараңыз. Not келеді ғой. Келесі go келе ма? Келмейді екен, орны ауысып кеткен, Сонда got мұнда тұр керек еді. Келесі co келеді ма? Жоқ. Ол мұнда тұр керек. Получается, cook деп оқылады екен. Cock. Cross дұрыс. Мұна екеуі ғана орын алып кетті, қараңыз. Значит, енді әуді оқимын. Note. Дұрыс қой. Ашық бол, Әу, note. Келесі. Go. Мұна go-ды оқыдым. Мұнда тұр керек. Келесі coke. Ола. Келесі rose. Роза деген сөз. Ал кеттік онда келесі. То же самое. Бұл жерде барлық дұрыс жазылған екен. Қараңыздар, мынау бізде жабық буын о және ашық буын әу. Оқимыз. Cut. Coat, hop, hoe, lot, loan, spot, spoke. Ал кеттік, егер сіздер дұрыс оқыған болсаңыздар, perfect. Келесі, үшінші типтегі буын түріндегі о әрпін дұрыс сөздерді дұрыс оқуымыз керек. Білесіздер, үшінші типтің атауы дедік, or дауыссыз дыбыс. R әрпінен кейін ешқандай дыбыс болмауы мүмкін, әріп болмауы мүмкін. Немесе болатын болса, тек дауыссыз дыбыс келеді. Ал кеттік онда. Or, for, form, folk, torn, court, north, sport. Қайталап айтамын. Or, for, form, folk, torn, court, north, sport. Sport. Жарайсыздар. Ал кеттік енді. Бірақ дейді, есіңізде сақтап алыңыз, осы W-дан кейін дауыссыз дыбыс келетін болса, онда ә болып оқылады екен. Ұзақ, қысқа емес, ұзақ. Work, жұмыс. Work, жұмыс, Келесі word, то есть word, сөз. Келесі world, әлем, мир. Work, жұмыс деген секілді. Жақсы. Келесі салыстырда оқу, бұл 5-ші тапсырма. Бірінші қатарда тұрған көріп тұрсыздар, ұзақ о болып оқылады, ұзақ о. Екіншісі қысқа о. Үшіншісі, получается, бізде о, то есть о болып оқылады екен. Spot, town, lot, court, north. Екінші қатар, қысқа о. Spot, top, lot, court, not. Үшінші қатар, spoke, tone, loan, cope, note. Бұл жерде уже о болып оқылып тұр. Қараңыздар, қазір біз сіздермен бірге 3 типтегі сөздерді оқыдық. Ал кеттік онда келесі. Алдыңғы жаттығуда бұл жерде 4-ші типтегі о әрпі бар сөздерді оқуымыз керек. Ол төменде тұр. Ұзақ о болып оқылады, Or, more, or, before. Қараңызшы, ағылшын тілінің дыбыстарын, әріптерін жалпы айтқан кезде, дыбыстарын айтқан кезде, қазақ тілі секілді үйреншікті дыбыс сияқты шықпайды. Басында біз кәдімгідей жұмыс жасауымыз керек ол үшін, достар. Сондықтан қазір менікі секілді қылып қайталаңыздар, жүре ма? Біз қазір о дыбысын дұрыс айту ережесін қарастырып отырмыз. Имейте в виду. Келесі, есіңізде болсын, қараңыздар. Именно мына тұрған сөздер о әріптері а болып оқылады екен. Транскрипцияда қараңыздар, знакта а, ашық а деп айтылады. Сан, ұлы баласы, сан баласы, сам, бірнеше. Come, келу, love, сүйу. Color, түс. Above, жоғары.
mother, mother, мама, ана. ады, басқа. month, ай. London, London. Money, ақша. honey, мед, бал деген сөз, иә? Осы 12 сөзді ұмытпаңыз. О әріпі тұрса да, дыбысы тұрса да, а болып оқылады екен. Окей? Ал кеттік онда. Келесі. Қазір мына көріп тұрған сөздерді сіздер оқып, ал қазір мына тұрған сөздерді оқуымыз керек. Сіздер стоп қойыңыздар, оқып алыңыздар. Сосын барып мені тыңдаңыздар. Сосын салыстырыңыздар. Дұрыс оқыдыңыздар ма? Ал кеттік онда. Phone, go, spot, top, more, cock, note, coat, hot, boy, road, book, moon, for, shoot, hour, coke, fork, look, bought, got, boy sock, work, floor, world, sun, love, could, floor, took, house. Бұл жерде 4 тип және қарастырып өттік ережеге бағынбайтын тұстары, бағынбайтын сөздерді де қарастырдық. Ішінде қарап тұрсаңыздар, ұмытпаңыздар. Ал егер менімен бірде оқыған болсаңыздар, perfect. Сіздер о дыбысын керемет үйрендіңіздер және алдағы уақытта қателеспейсіздер деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше